Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadrli bауырлар, Алла Тағала баршамызға пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның шынайы үмметі болуды нәсіп еткей. Әрбір мұсылман пайғамбарын Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға құрмет ретінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламге ата аталған кезде салауат айтуы оған міндет болады. Алла Тағала Құран кәрімде Ахсаб сүресінің 56-шы аятында астағфируллах былай деп бұйырады: Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Садақаллахул азим. Алла және періштелер пайғамбарға салауат айтады. Ей иман еткендер, сендер де пайғамбарға салауат және сәлем айтыңдар дейді. Міне сондықтан да әрбір мұсылман ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтуды міндеті деп білуі тиіс. Бірде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мешітте 3 баспалдақтан мінберге көтеріліп бара жатқан кезде әр баспалдаққа аяғын қойған сәтінде әмин деген сөздерді айтады. Сол құтпа біткеннен кейін сахабалар сұрайды: "Е Алланың елшісі, сіз әдеттегіден тыс бүгін басқа бір әрекет жасадыңыз. Әмин деп әр баспалдаққа аяғыңызды қойған кезіңізде сол сөзді айттыңыз. Бұл сөзді не үшін айттыңыз?" деп сұрағанда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Мен сол баспалдаққа аяғымды басатын кезде Жәбірәйіл періште келді" деп 3 нәрсені айтты дейді. Бірінші баспалдақта ата-анасына құрмет көрсетпей, олардың разылығын ала алмастан тозаққа кеткен адамға Алланың мейірімі ұзақ болсын дегенмен әмин дедім дейді. Екіншісінде кімде-кім Рамазан айында бола тұра, бірақ күнәсі кешірілместен Рамазан айын өткізіп алатын болса, ол адамға Алланың мейірімінен махрұм болсын дегенмен әмин дедім дейді. Үшінші кезекте сенің атың аталған кезде саған салауат айтпаған адамға Алланың рахымынан, мейірімінен ұзақ болсын дегенмен әмин деп айттым дейді. Міне сондықтан да ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға салауат айту, ата аталғанда салауат айту біздің міндетіміз. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: "Кімде-кім маған салауат айтатын болса, Алла бір салауат айтса, Алла оған 10 салауат айтады" дейді. 10 күнәсін кешіреді, және де оның дейді мәртебесін 10 дәреже көтереді дейді. Және де пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде айтады: "Маған салауат пен сәлем айтыңдар, себебі маған айтқан салауаттарың сендердің күнәларыңның кешіруіне себеп болады" деп Ахмад ибн Хамбалдан риуаят еткен хадисте жеткізеді. Олай болатын болса, мұсылман баласы пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның есімі аталған кезде салауат айту міндет болады. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам тағы бір хадисінде келтіреді: "Қиямет күні адамдардың ішіндегі маған ең жақын болатыны маған мына өмірде ең көп салауат айтқан адам" дейді. Әрине біз салауат айтумен қатар пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам шапағатына ие болуменен Алла Тағаланың біздерді таршылықтан құтқаруына себеп болатын амалдарға да қол жеткізген боламыз. Міне осы салауатты біз қалай айтамыз деген сұрақ туындайды. Бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға сахабалар айтады: "Е Алланың елшісі, біз сізге сәлем беруді үйрендік, бірақ салауат айтуды білмейміз. Қалай салауат етеміз, е Алланың елшісі?" дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Сендер маған салауат айтқан кезде" дейді, "біз күнделікті 5 уақытта айтып жүрген салауатымызды үйретеді. Аллахумма салли аля саййидина Мухаммади ва аля али Мухаммадин кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима иннака хамидун маджид. Аллахумма барик аля Мухаммади ва аля али Мухаммадин кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима иннака хамидун маджид" деп осы салауатты үйретеді. Міне пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға айтылатын салауатымыз. Әрине күнделікті өмірімізде мұсылмандар тарапынан ең көп қолданылатын әрі тілге жеңіл болған қысқа да салауатымыз бар. Ол саллаллаху алейхи уассалам немесе Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад деген осы салауатты біздер жиі қолданамыз. Өйткені қысқа да нұсқа мұсылмандар тарапынан салауаты көп қолданылады. Сондықтан да біз осындай салауатымызды айтып жүрейік. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Алланың жер бетінде періштелері бар. Сен үмметімнің айтқан әрбір сәлем мен салауатын маған әп-сәтте жеткізіп отырады" дейді. Және де пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзінің сахабаларына айтады ғой: "Жұма күні сондай бір күн, бұл абзал күн, бұл өзге күннен ұлық күн. Осы күні" дейді, "маған көбірек сәлем салауат айтыңдар" дейді. "Сендердің айтқан сәлем салауаттарыңды маған жеткізеді" дейді. Сонда сахабалар сұрайды ғой: "Е Алланың елшісі, сіз дүниеден қайтыс болсаңыз,
біздің сәлем менен салауатымызды сізге қалай жетеді дейді ғой. Сол кезде ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Алла тағала пайғамбарларының тәнін шірітпейді, топыраққа харам етті дейді. Сондықтан да айтқан салауатымызға пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға жететіндігіне осы хадисті, Абу Дауудтан келген хадисті біздер дәлел ретінде ұстанамыз. Сондықтан да әрбір мұсылман, әрбір мұъмин адам пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның аты аталғанда салауат айту керек. Және де басқа да уақыттарда салауатты айтуды әдетке айналдыру. Хазірет Омар айтады: қайсы бір пенде дұға етсе дейді, оның дұғасы көк пенен жердің арасында тұрады дейді. Қашан ол пайғамбарға салауат айтпайынша, ол дұға өз нәтижесіне жетпейді дейді. Сондықтан да пайғамбарымыздың аты аталып, салауат айтылып барып дұға етілетін болса, ол дұға қабыл болады. Бірде мешітте бір мұсылман келіп дұға жасап жатады. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям: асығыс етпе дейді. Әуелі Аллаға, бүкіл әлемнің Раббы Субхан Аллаға мақтаумен мадақ айт, пайғамбарына салауат айтып дұға жаса дейді. Кімде-кім солай жасайтын болса, оның дұғасы қабыл болады дейді. Сондықтан да мұсылмандардың негізгі дұғасында айтылатын сөзі: Альхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин деу салауатты айтуды әдетке айналдыру. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Муслимде жеткен хадисте былай дейді: кімде-кім маған бір салауат айтса, Алла тағала оған 10 салауат айтады дейді. Сондықтан да салауатымызды айтуда біздер жалқаулық танытпайық. Күнделікті өмірімізде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға салауат айтуды әдетімізге айналдырсақ, ұмыт қалдырмасақ, қысыл-таяң кездегі жасаған дұғамызды да Алла қабыл етеді. Және де осы елімізде болып жатқан індеттен де сақтану үшін айтқан салауаттарымызды көбірек Алла тағалаға біз көбірек салауат айтайық. Сол салауаттарымызбен бірге, пайғамбарға айтылған салауатымызбен бірге Аллаға дұға етейік. Осы індеттен аман есен баршамыз, бүкіл мұсылмандар осы індеттен аман есен құтылғай иншалла. Алла тағала баршамызға салауат айтып, ардақты пайғамбарының сүйікті үмметі болуды, ақыретте ол дүниеде шапағатына нәсіп болуды баршаларымызға бұйыртқай. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.